بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مجد ثالثا يعني جلغسة علامة الخص ثالثا علامة الخاصة بالأمر يتنشنشترى أمرها الأمر له علامة واحدة تشتمل على شرطين لا بد منهما معا. نجد orada نجد ما شاء الله. Так. Редактирование. Ya mına söylemde okuduk kadar. Mına söylemde okuduk. Fiil amırga ne? Birak alamat var. Birak belgi var. Onun iki şartı var deydi. Birincisi أن تدل على طلب بنفسه يعني ne? Talapqa birinci şartı talapqa bildiredi. Talap qılat adamdan. İkinci şartı أن يقبل ياء المخاطبة yani söyleуші жақтың ненің жаңағы екінші жақтың иесін қабылдайды. Жоғары жақта егер естеріңізде болса бұл нәрсе жаңағы алып кеткенбіз факули вашраби деген жерде жаңағы Мариям сүресіндегі аятта мына мысал келтіріп отыр. Уктуб дарсака талап қылып отыр. Жаз деп отыр. Уктуб дарсака яғни сабағын жаз деп жатыр. Мына жерде несін көрсетпепті яғни фиилдің жаңағы жоғарыда мүмкін айтылды ма екен фиилдің белгілерінен яғни бұл хос аламаттардан яғни мысалы ол фиил амр қалай жасалады неден жасалады ғой ана захаба деген етістікті алатын болса захаба мысалы захаба соның алдына хамза қойылып содан кейін мынаған сүкун қойылып мынаған сүкун қойылып идхаб идхаб шық болмаса бар деген мағынаны білдіреді. Осыны түсіндірмепті да мына жерде. Енді бұны білетін шығарсыздар енді фиилдің белгілерінен. Yani idhab ila fir'auna innahu tagha бұл белгілі аят. Көбінесе белгілі аят. Жаңа екі белгілі деп айтты. Біріншісі талап қылынады. Яул мухатаб. Yani мына жерде октуби дарсаки. Yani әйел тегіне айтылатын октуби деп аяғына я қосылатын болса әйел дегенне сөйтіп айтылады. Яғни қызға сөйтіп айтылады. Фаида дейді. Еді. إن كان يقبل ياء المخاطبة ولكنه لا يدل على الطلب дейді. فهو فعل مضارع لا أمر дейді. Егер де дейді яул мұхатабаны жаңа не қылса қабылдаса бірақ та неге көрсетпесе талапқа көрсетпесе онда ол фиил мудари дейді. Шарттың біреуін жоқ болса дейді. Пайда бабынан айтып отыр. Айна тадрусина мысалына жерде келтіріп отыр. Айна тадрусина я Хадижа. Хадижату. Сен қайда оқисың? Қай жерде оқисың? Я Хадижа деп отыр да мына жерде. Өйткені ла тахружи мутабаррижатан. Яғни бұл мына жерде айтып отыр, ла деп айтып отыр. Содан кейін тахружи деп отыр. Ұқсайды. Неге?
жаңағы әмірға, бірақ бұл жерде әмір емес, бұл жерде айтылып отыр сыртқа не сәнденіп шықпа, яғни әдеміленіп шықпа деп айтылып отыр бұл жерде. Ол қазір деген мағынаны білдіріп жатқан жоқ. Бірден артынан қазір істе деп жатқан нәрсенің мағынаны білдіріп жатқан жоқ. Ол келеді тағы да ләні өткен кезде, нафия дейді, нахия екі түрі бар, соны өткен кезде келеді иншалла. Так, وإن كان يدل على طلب, егер де дейді талапқа көрсететін болса дейді, ولا يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل اسم فعل أمر وليس فعل أمر. егер де дейді ол талапқа көрсеткен болса, қазір бірден істе деген, бірақ та яул мұхатаба және де не ولا تدل не дейді мына жерде, және де яул мұхатаба кірмесе, онда ол исм фиал амр дейді. Яғни صح я Зейнаб, бұл жерде тыныштал, Зейнаб тыныштал дегенді білдіреді. Мына жерде мағынасын келтірген, мына ускути, яғни сох деген сөздің мағынасы ускути, яғни сохи деген жоқ та. Әмин деген сөздің несі аудармасы Аллахум стажиб, Аллахым жауап бер. Яғни дұғаның артынан бір әрқашанда біз әмин дейміз. Оның мағынасы Аллахым жауап бер деген сөз. Осы жерде кішкене түсініксіз бір нәрсе бар, бірақ ол иншалла Аллахым әмин деген сөз дұрыс па дұрыс емес па деген. Өйткені екі рет тавтология болып қалады. Бірақ көбінесе арабтардан көреміз, байқаймыз, ұстаздардан да байқаймыз, Аллахым әмин деп айтады. Бірақ мына біздің ұстаз сұраған кезде айтты, ол қате деп айтты. Аллахым әмин деп айтылмайды деп айтты. Кейін үшіншісі وإن دل على الطلب لا بنفسه ولكن بغيره فليس أمر. не дейді, яғни айтса егер де وإن دل على الطلب, яғни талап қылынса, бірақ тура сол сенің, яғни айтылып тұрған адамнан сұралмаса, бірақ басқа жалпылама сұралса, онда ол әмір емес олды. Линахруж, мысалда түсінікті болды. Линахруж иләл масджиди я ихуани, яғни мешітке кеттік бауырлар десек, бұл ләмді да өтеміз иншалла, егер Аллахым тауфиқ берсе. Ал мағынасы бауырлар, бауырлар мешітке кеттік деген жаңағы мағынаны білдіреді. Ары қарай ثالثا علامة الحرف дейді. Неге бұны не алды? Аламатул харф. Дұрыс, хұрыфтың, енді біз бағана не келатырмыз ғой, жаңағы исімнің аламаттарына келдік, жаңағы фиалдың аламаттарын өттік. Үшіншісі жаңағы не харфтың белгілері, әріптің белгілері. Бұл қысқаша болу керек иншалла. الحروف ليست لها علامة معينة، إنما علامتها إنها لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. Ол жаңа мәтіндегі нәрсе, мәтіндегі мағынасы. Әріптерін дейді, олардың бір жеке бір белгілері жоқ дейді. Рас, олар әріп болып саналады, не саналады? Жаңа есімнің және де фиалдың белгілерін қабылдамайтын нәрсенің қалған барлығы әріп болып саналады дейді. Мысал дейді,
لم يا لا يجوز أن يقول ديدا ألا يا لام يا لام موسى لمت سلام موسى سوف لم موسى لمي جا جوارق aytылады. Bu нәрселер айтылмайды. Ол ләм харф жазым деп өтті иә жоғарықта иә. Енді дейді асмаул афал дейді. Есім фиал деген нәрсе. Бұл жаңағы төртінші түрі деп ғалымдардың арасында тартыс бар, ихтилаф бар деп айтқан несін түсіндіріп кетіп жатыр ұстаз. Ол не деген? Есім фиал деген не жалпы? Хуа есмун яхуду мағана әл-фиали. Ол есім дейді. Не етістіктің мағынасын өзіне қамтиды дейді. Ва заманаху, оның уақыты, ва аламатуху, оның белгісі, валакиннаху, бірақта ла яқбалу аламатаху. Яғни, астағфирулла, мына жерде дұрыс оқымаппын ғой, аламатуху емес, мына жерде амалуху, оның ісін қамтиды. Яғни, оның заманын, уақытын қамтиды, ісін қамтиды, бірақта оның белгісін қабылдамайды, қамтымайды. Фахуа лайса фи'лан. Ол немес, ол етістік емес дейді. Лианнаху ла яқбалу аламатил аф'али ва иннама хуа нау'у минал асма. Ол исімдердің түріне ғана кіреді. Ол ла яқбалу аламат ал-аф'ал, етістіктердің белгілерін өзіне қабылдамайды. Ол тек есімнің, яғни есімнің бір бөлігі, есімдердің бір түрі дейді. Ва асмаул аф'али жами'ан дейді мабниятун. Есім фи'л әрқашанда мабни болады. Вала махалла лаха минал и'раб, яғни оған ешқандай басқа неден талдау жоқ. Яғни оған қатысты ешқандай талдау жоқ. Есім фи'ал деп болып қалады. Содан кейін жаңа мабни болғаны айтылады. Қандай харакатқа мабни болса, соны айтылады. Пайда дейді. Калиматын хати, яғни هي فعل أمر وليست اسم فعل لأنها تقبل علامة الأمر. Еді хат деген сөз. Мына жерде мына кісі хат дегендерді жалпы неғып жатыр, келтіріп жатыр. Жалпы сөздерді, исім фи'лға ұқсас сөздерді келтіріп жатыр. Хат деген бер деген сөз. Ол фи'л дейді, исім фи'л емес дейді. Өйткені ол мына жерде мысалы келтіріп қойған, не себепті? Фи'лдің нелерін белгілерін қабылдайды. Хати деп айтсақ болады. Хатия деп айтсақ болады. Хату деп айтсақ болады. Хатина деп айтсақ болады. Екіншісі калимат таал, яғни кел, бергел. Нейді? Хия фи'лун амрин. Бұл да талап қыласын. Бұл да жаңағы нені қабылдайды? Мысалдарын келтіріп тұр мына жерде. تعالى تعالي تعالي تعالى تعاليا تعالوا تعالينا келіндер, сен кел, әйел деген айтылады. Калимату халумма валаха ма'наян. Онда екі мағына бар. Хат және де таал деген, яғни бер және де кел деген мағынаны білдіреді. وعند بعض العرب فعل أمر وعند الآخرين اسم فعل. Біреулер таласады, тартыс қылады дейді. Біреулердің арасында اسم فعل, біреулердің арасында ол فعل أمر. فالأولون يقولون дейді هلم يا زيد, يعني
birinchileri aytadi deydi halumma ya Zeydu, halummi ya Hindu, halumma deb aytadi deydi. Halummu deb aytadi. Halmumna deb aytadi. Ol fe'l amr deb aytadilar. Endi val axirun vaqtda o'tib qoldi. Как раз jarida o'sib bitirgan. Halumma faqat teqqana halumma deb barliq halda halumma deb qana qo'llanib bo'ldi. Lahum jami'an duna neydi? Ta'yir o'zgartusiz bärni halumma deb aytiladi. Subhanakallohu va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.